Құрметті достар, сіздермен бөлісетін нәрсе бар. Бұл сезім сізге таныс па? Зәйтүннің иісіндей біртүрлі жабысып, қайда барсаңыз да еріп жүретін жағымсыз иіс. Қанша рет душқа түсіп, қандай құрау қолдансаңыз да ол кетпейді. Кез келген адам мұндайды сезсе, қандай ыңғайсыздық тудыратынын түсінеді. Мысалы, күні бойы басқалармен араласқанда өзіңізді жайсыз сезіну, айнаға қарап өзіңізге деген сенімділік жоғалу. Бәрі де осы иіске байланысты. Бұл жағдай 6 жастан асқан әйелдер үшін жиі кездеседі екен. Бірақ мұны естіп таңғалмаңыз. Мұның бәрі күнделікті еш ойланбай жасалатын гигиеналық қателіктердің салдары. Иә, мен дәл осы қателіктер туралы айтамын. Біз көп жағдайда оларды автопилотта, әдетке айналған әдеттермен жасаймыз. Бұл жасырын шындық, көптеген егде әйелдерге қатысты. Сондықтан мен сіздің өзіңізге деген сеніміңізді түсіріп, ыңғайсыздық тудыруы мүмкін 7 типтік қатені ашу үшін осы материалды дайындадым. Бірінші және өте жиі кездесетін, бірақ сирек талқыланатын қателік елеусіз несепті ұстай алмауды елемеу. Мен сіздермен жасырмай, көптеген егде жастағы әйелдердің басынан кешетін, бірақ жақын құрбылармен де ешқашан талқыламайтын нәрсе туралы сөйлессем деймін. Бұл зәр шығару жолынан кішкентай, бақыланбайтын ақ кетулер туралы. Мен дәретханаға шұғыл баратын жағдайларды айтып отырған жоқпын. Мен қатты күлгенде, кенеттен түшкіргенде, немесе қатты қозғалғанда болатын микроскопиялық ақ кетулер туралы айтып отырмын. Мысалы, дүкен себеттерін көтергенде. Ұзақ уақыт бойы мұндай жағдайларға ешқандай мән берілмеді. Тіпті өзін-өзі жұбату сөздері былай болды. Бүгін шайды шамадан тыс ішіп қойдым ау. Алайда біртіндеп су процедураларының қаншалықты көп болғанына қарамастан кетпейтін, бірақ байқалмайтын, бірақ тұрақты иіс сезіле бастады. Бастапқыда бәрі кінәланды. Кір жуатын құралдар, жасқа байланысты өзгерістер, тіпті жұмсақ жиһаз. Ешкімнің ойына оның көзі іш киімде немесе шалбарда жасырынуы мүмкін деген ой келмеді. Мәселе мынада. Тіпті аз мөлшердегі зәр киімнің матасына, немесе одан да нашар, ұзақ отырғанда жиһаздың қаптамасына сіңіп кетуі мүмкін. Егер сіз көптеген адамдар сияқты кейде бір киімді келесі күні кисеңіз, өйткені ол әлі де таза болып көрінеді, сіз байқаусызда бактериялардың көбеюіне қолайлы орта жасайсыз. Ал бактериялар болса, жағымсыз иісте болады. Жағдайдың қауіптілігі мынада. Жылдар өте келе иіс сезу қабілеті төмендейді. Мәселенің өзі жиі байқалмай қалады, ал айналасындағылар оны жақсы сезеді. Бүгінде сіңіретін іш киімдер мен құрғақтықты сақтайтын жұқа қорғаныш төсемдер бар. Олар іс жүзінде көрінбейді, ыңғайлы және күнделікті өмірге үйлесімді. Мұндай құралдар сенімділікті қайтарады. Құшақтасу немесе ұзақ отырыстар кезіндегі алаңдаушылық жоғалады. Екінші жиі кездесетін қателік, бұл туралы көпшілік тіпті білмейді, дұрыс таңдалмаған сабын. Логика қарапайым болды. Жағымды иіс терге жылтырлық береді, демек жұмыс істейді. Бұл қате түсінік болды. Бұл қарқынды иісті құралдар, әсіресе жас ұлғайған сайын пайдадан гөрі зияндырақ әкелгенін түсіну үшін жылдар қажет болды. Жасы ұлғайған сайын тері жабыны өзгереді. Біртіндеп бірақ сезіледі. Ол жұқа, құрғақ, айтарлықтай сезімтал болады, әсіресе нәзік жерлерде. Кремактерийлік кезеңнен кейін сол сүйікті сабындар терінің табиғи қорғаныш майларын кетіріп, оны тітіркендіріп, қорғансыз қалдырды. Ең қауіптісі, мұндай құралдар табиғи қышқылдық сілтілік тепе-теңдікті бұзып, патогендік микроорганизмдерге жол ашады. Мәселе жеткіліксіз жуынуда болмаған. Керісінше, шамадан тыс ұқыптылық теріні қорғаныш қабатынан айырды. Душтан кейін айнаға қарағанда жағымсыз иістің қайта оралғаны есімде. Әдеттегі рәсім иісті сабын, қатты ысқылау, жанып кеткен кастрюльді тазалағандай. Тазалықтың орнына тітіркену мен иіс. Келесі кең таралған қателікке көшейік. Ол ұсақ түйек болып көрінеді, бірақ маңызды рөл атқарады. Төсемдерді немесе ішкі төсемдерді сирек ауыстыру. Егер сіз мұндай құралдарды қолдансаңыз, мейлі ол жеңіл несепті ұстай алмау, гормоналды өзгерістер немесе қосымша жайлылық үшін болсын, бұл кеңес сізге арналған. Ұзақ уақыт бойы осындай тәсіл қолданылды. Таңертең төсем жабыстырылады да кешке дейін ұмытылады. Логика ақылға қонымды көрінді. Егер ол толығымен суланбаса, әлі де жарамды. Сонымен қатар, бұл үнемділік. Неге бір аптада бір қаптаманы жұмсау керек? Алайда, төсем құрғақ болып көрінген кезде де, ол күні бойы аз мөлшерде ылғалды сіңіріп отыратыны белгісіз қалды. Бұл ылғал жиналып, бактериялардың көбеюіне қолайлы орта қалыптастырады. Уақыт өте келе жағымсыз иіс пайда болады, тітіркену мүмкін. Беті таза болып көрінеді, бірақ ішінде материал жұмыс істей береді. Уақытында ауыстырылмаса, тиімділігі жоғалады. Жылы ылғалды орта микроорганизмдерге арналған инкубаторға айналады. Бастапқыда бұл зиянсыз болып көрінді, бірақ біртіндеп әлсіз және қышқыл иіс сезіле бастады.
Әсіресе дүкен аралап, кездесулер мен әртүрлі істермен өткен қарқынды күндерден кейін кешке қарай. Ол әрең байқалатын, бірақ жайсыздық тудыратындай жағымсыз еді. Әрбір құшақтасуда, тар бөлмедегі әрбір сөйлесуде мазасыздық пайда болды. Киімдер тексеріліп, күртеше иіс келді. Дезодорантқа қатысты күдіктер туындады. Тек дәрігермен кеңескеннен кейін нақты себеп анықталды. Тығыздағыштарды, тіпті құрғақ көрінген күннің өзінде бірнеше сағат сайын ауыстыру қажет. Бұл үнемдеу емес, терінің денсаулығын сақтау және иістердің алдын алу. Бактериялар беткі қабаттың сыртқы түріне мән бермейді. Оларға материалдың ішіндегі ылғал ғана қажет. Егер оны уақытылы кетірмесе, иіс баяу, бірақ сөзсіз пайда болады. Одан да практикалық және жұмсақ нұсқа табылды. Қайта пайдалануға болатын, жуылатын ішкі төсемдер. Олар қаражатты үнемдеуге көмектесті және терге әлде қайда жұмсақ болды. Енді әрқашан жанында бірнеше ауыстырылатын төсемдері бар кішкентай сөмке болады. Оларды күні бойы жұмыста, жолда, қонақта оңай ауыстыруға болады. Айырмашылық керемет болды. Қышқыл иіс толығымен жоғалып, таңертеңнен кешке дейін сергеттік, сенімділік және жайлылық сезімі қалпына келді. Егер сіз әлі күнге дейін таңғы астан түнге дейін бір тығыздағышты пайдалансаңыз, бұл әдеттегі тәсілді қайта қарауға уақыт келді. Сіздің теріңіз мұқият қарым-қатынасқа лайық, ал уақытылы қамқорлық өмірдің барлық салаларындағы өзімізді жақсы сезінуге әсер етеді. Тағы бір жиі кездесетін қателік санасыз түрде жасалатын синтетикалық іш киім кию. Жылдар бойы жәшіктер кез келген дүкенде табылатын жұмсақ, серпінді трусивермен толтырылды. Олар арзан, жиылмайтын, жарқын түстермен және сәнді фасондармен көз тартатын. Баға мен ыңғайлылықтың тамаша теңгерімі табылғандай көрінді. Бірақ көп ұзамай, салқын ауа райында да күні бойы жағымсыз ылғал мен жабысқақтық сезіле бастады. Сонымен қатар, киімді неше рет ауыстырса да, душ қабылдаса да, қайда барса да ілесіп жүретін, байқалмайтын, бірақ мазалайтын иіс. Барлығын қолданып көрді. Кір жуатын ұнтақты, дезодоранттарды ауыстырды, диетаны қайта қарады. Синтетикалық материалдар, полиэстер, нейлон, барлық жұмсақтығы мен заманауилығына қарамастан ауаны іс жүзінде өткізбейді. Олар жылу мен ылғалды ұстап, бактериялардың көбеюіне тамаша жағдай жасайды. Бұл әсіресе басқа проблемалар болған кезде қауіпті. Жеңіл несепті ұстай алмау, постменопаузалық өзгерістер, терінің қатты құрғауы немесе сезімталдығы. Ұсыныс бір мағыналы болды. Мақтаға көшу. Шынын айтқанда бұл қуантпады. Мақтадан жасалған іш киім ескірген, қарапайым, жалықтырғыш болып көрінді. Бірақ көріп көруге шешім қабылданды. Жәшік босатылып, бейтарап реңктер мен ыңғайлы фасондардағы 100% мақтадан жасалған трусилер жинағы сатып алынды. Нәтижесі дереу көрінді. Мақта терінің дем алуына мүмкіндік береді. Ылғалды табиғи түрде сіңіреді. Құрғақтық пен сергектікті сақтайды. Күндізгі жабысқақ ылғал жоғалып, иістер кетті. Ең бастысы, тіпті ойламаған сенімділік қалпына келді. Таңқаларлықтай, синтетикадан кем түспейтін көптеген мақта іш киім модельдері табылды. Сәнділік пен ыңғайлықты таңдаудың қажеті жоқ екені белгілі болды. Егер сіз әдеттен немесе үнемдеу үшін әлі де жылтыр синтетикалық іш киім киіп жүрсеңіз, өзіңізге жақсылық жасаңыз, мақтаға ауысыңыз, теріңіз рахмет айтады, иіс сезу мүшелеріңізде. Ең бастысы, сіз өз денеңіздегі жайлылықты қайтадан табасыз. Нағыз жайлылық көрінбейді, ол сезіледі. Ал жағымсыз иістерден арылу әрқашан өзекті. Синтетикалық материалдар, полиэстер, нейлон, барлық жұмсақтығы мен заманауилығына қарамастан ауаны іс жүзінде өткізбейді. Олар жылу мен ылғалды ұстап, бактериялардың көбеюіне тамаша жағдай жасайды. Бұл әсіресе басқа проблемалар болған кезде қауіпті. Жеңіл несепті ұстай алмау, постменопаузалық өзгерістер, терінің қатты құрғауы немесе сезімталдығы. Ұсыныс бір мағыналы болды. Мақтаға көшу. Шынын айтқанда бұл қуантпады. Мақтадан жасалған іш киім ескірген, қарапайым, жалықтырғыш болып көрінді. Бірақ көріп көруге шешім қабылданды. Жәшік босатылып, бейтарап реңктер мен ыңғайлы фасондардағы 100% мақтадан жасалған трусилер жинағы сатып алынды. Нәтижесі дереу көрінді. Мақта терінің дем алуына мүмкіндік береді. Ылғалды табиғи түрде сіңіреді. Құрғақтық пен сергектікті сақтайды. Күндізгі жабысқақ ылғал жоғалып, иістер кетті. Ең бастысы, тіпті ойламаған сенімділік қалпына келді. Таңқаларлықтай, синтетикадан кем түспейтін көптеген мақта іш киім модельдер табылды. Сәнділік пен ыңғайлылықты таңдаудың қажеті жоқ екені белгілі болды. Егер сіз әдеттен немесе үнемдеу үшін әлі де жылтыр синтетикалық іш киім киіп жүрсеңіз, өзіңізге жақсылық жасаңыз, мақтаға ауысыңыз. Теріңіз рахмет айтады, иіс сезу мүшелеріңізде. Ең бастысы, сіз өз денеңіздегі жайлылықты қайтадан табасыз. Нағыз жайлылық көрінбейді, ол сезіледі. Ал жағымсыз иістерден арылу әрқашан өзекті. Енді көптеген адамдар жіберетін тағы бір қателік туралы сөйлесейік.
жеткіліксіз сұйықтық тұтыну. Көптеген жылдар бойы ішетін суды азайту күнделікті өмір үшін ыңғайлы стратегия деген сенім болды. Логикасы балаларша көрінді. Азырақ су, дәретханаға сирек бару. Демек, сапарларда, көлікте, ұзақ іс-шараларда, қонақта аз қиындық тудыратын жағдайлар. Бұл тәсіл ыңғайлы көрінді, әсіресе жас ұлғайған сайын қуық сезімтал болғанда. Бақылау формуласы табылғандай болды. Аз сұйықтық, аз мәселелер. Алайда, бұл басқа проблеманы тудыратыны түсініксіз қалды. Сусыздану тек шөлдеуге әсер етпейді, ол бүкіл ағзаның жұмысын өзгертеді. Және айқын салдарларының бірі бұл туралы сирек айтылғанмен несепті несі. Суды жеткіліксіз тұтынғанда несеп айтарлықтай концентрленеді, қараңғыланады, кейде сары түске дейін жетеді және байқамай қоймайтын өткір иіс пайда болады. Бұл жай ғана жағымсыздық емес, бұл ағзаның токсиндерді шығара алмайтыны туралы сигнал. Одан да қауіптісі, мұндай концентрленген несеппен тіпті минималды ағып кету терде, киімде және жиһаздарда тұрақты иіс қалдырады. Бұл жеке бастан өткерілген. Ұзақ уақыт бойы әлсіз, бірақ тұрақты иіс қартаюдың ажырамас бөлігі ретінде қабылданды. Жасқа төленетін ақы сияқты. Бірақ мәселе жаста емес еді. Ағза көмек сұрады. Содан кейін эксперимент басталды. Суды тұтынуды арттыру. Литрамен емес, күні бойы біркелкі шағын порциялармен. Дерлік керемет болды. Бірнеше күннен кейін несеп ашық, дерлік мөлдір болды. Өткір иіс жоғалды, сонымен бірге біреу бірдеңе сезіне алады деген тұрақты алаңдаушылық жоғалды. Бірақ өзгерістер мұнымен шектелмеді. Тері тіргек болды, көздері жарқырады, денеде жеңілдік пайда болды. Ағза бұл қамқорлық үшін рахмет айтқандай болды. Енді сирек ойланатын нәрсе туралы сөйлесейік. Жеке аймаққа қосымша күтімсіз ұзақ отыру. Мен өте ашық айтам. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін өмір реттірек болады. Сағаттар сүйікті кітаптарды оқумен, сериалдар көрумен, басқа тырғыштарды шешумен өтеді. Кейде жайлы халат түске дейін шешілмейді. Көп жылғы белсенді қызметтен кейін лайықты демалыс. Иә, бұл тыныштықтың жағымды сезімі. Бірақ мұндай аз қозғалысты режим тек ыңғайлылыққа ғана емес, сонымен қатар ішкі арнамыз сезіміне әсер ететін күтпеген мәселені тудыратыны байқалмады. Ұзақ отырған кезде, әсіресе жылы киіммен немесе жұмсақ креслоларда жеке аймақта жылы ылғалды орта қалыптасады. Тер, табиғи тері бөліністері, тіпті аз мөлшердегі несептің ағуы, мұның бәрі жиналады. Күні бойы қозғалыссыз және сервитетін процедураларсыз ылғал қалып, бактериялардың көбеюіне тамаша жағдай жасайды. Ал бактериялармен бірге жағымсыз иіс пайда болады. Бастапқыда бұл байқалмады, біртіндеп өзгерулерге оңай үйренуге болады. Бірақ сол жеңіл иіс жағдайдың нашарлағанының тұрақты белгісі болды. Қан айналымын жандандыру және ылғалдың жиналуын болдырмау үшін сағатына кем дегенде 1 рет тұру. Түстен кейін қарапайым гигиеналық процедура қосылды. Ештеңе қиын емес. Жылы сумен және жұмсақ таза матамен жеңіл жуыну. 1 минуттан артық уақыт алмайды, бірақ айырмашылық зор. Үй киімі күнделікті ауыстырылады, тіпті егер бүкіл күн үйде өтсе де. Бұл кішкентай қадамдар өзін-өзі жақсы сезінуді толығымен өзгертті. Жаңалық, тәртіп және ең бастысы өзіне деген ішкі құрмет сезімі қалпына келді. Енді біз іс жүзінде ешқашан ашық айтылмайтын тақырыпты талқылайық. Кір жуу. Төсек орын немесе сүлгілер емес. Бұл үйде киетін киімдер туралы. Түнгі көйлектер, халаттар, үй шалбары, ыңғайлы іш киім, күнделікті киетін киімдер, өйткені олар әлі де таза сияқты және иіс шығармайды. Бұрын тәсіл осындай болған. Егер көрінетін дақтар мен жағымсыз иіс болмаса, оны қайтадан киюге болады. Кір жуатын тауды арттырудың қажеті қанша, әсіресе үйден көп шықпайтын тыныш күндері. Бірақ жас ұлғайған сайын түсінік келді. Дене өзгереді, ереже де өзгереді. Таза көрінген киім бірнеше сағат кигеннен кейін байқалатын, бірақ жағымсыз иіс шығара бастады. Ешқандай өткір емес, бірақ сенімсіздік тудыруға жеткілікті. Таңертең таза шалбар киілді, ал түске қарай бұл бірдеңе қайта сезілді. Кейде бұл мен бе, әлде киім бе деген сұрақ туындады. Және түсінік жиі келді. Екеуі де бір мезгілде. Гигиена мамандары бірауызды. Тер, зәрдің аздап ағуы, тіпті терінің табиғи майлылығы мата талшықтарында жиналады. Әсіресе егер бұл полиэстер, эластан және ұқсас синтетикалық материалдар болса. Мұндай маталар ауаны нашар өткізеді, ылғал мен иістерді сақтайды. Уақыт өте келе, егер мұндай киімді қалыпты режимде, әсіресе салқын сумен, жұмсақ құралдармен жуса, бактериялар мен иістер толық кетпейді. Жуғаннан кейін де зат таза болып көрінуі мүмкін, бірақ ылғалдың нәзік иісін сақтайды. Бұл душтан кейін де тазалық сезімін бұзады. Бұл 7 қарапайым ереже сіздің өзіңізді жақсы сезінуді басқаруға және өзіңізге қамқорлық жасаудан қайтадан рахат алуға мүмкіндік беру үшін жасалған. Қай әдіс сізге ұнады? Жаза кетіңізші.
Құрметті көрермендерім, Алла разылығы үшін бір өтінішім бар еді. Егер видеоларым сізге пайдалы болып жүрсе, арнамаға жазылып қойсаңыздар, мен шын жүректен қуанып қаламын. Тек подписаться батырмасын бассаңыз жеткілікті. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ең үлкен мотивация. Әрбір жазылушы мен үшін өте қымбат және ерекше. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздаршы. Үйлеріңіз берекеге, жүректеріңіз тыныштыққа толы болсын.